Қайырлы кеш, құрметті достар, сіздермен бірге мен балалар жасөспірімдер орталығының Жайдарман клубының жетекшісі Сейтқожин Нұржан Тойшыбекұлы. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз Жайдарманнан шыққан жұлдыздар. Бір қараған көзге Жайдарман 5 минут қана сахнада тұрып әзіл айту болса, ал енді дұрыстап тереңінен қазатын болсақ, Жайдарман арқылы биіктерге шыққан адамдар жоқ емес. Олай болса кеттік, топ бара. Қазір әзіл саласында жүрген адамдардың көбі КВНнен, яғни Жайдарманнан шыққан. Олардың кейбірі өнер жолын жалғаса, ендігі бірі басқа саланы таңдаған. Жайдарман түлектерінің ішінен режиссер, актер, тіпті мемлекеттік қызметкерді де кездестіруге болады. Жайдарман сахнасында Ералаш лақабатымен танылған актер көз тимесін құрамасында өнер көрсеткен. Актер Нысана Әзіл Исқақ театрында да еңбек еткен. Бүгінде ол мемлекеттік қызметкер. Айтбаев Нұр Отан партиясының Шымкент қаласындағы филиалында қызмет етеді. Шапағат Орынбаев көз тимесін командасының мүшесі. Орынбаев 2009 жылдан бері кино саласында. Кино саласында жүргеніне 10 жылдай болған ол қазіргі таңда режиссер. Я действительно из Шымкента? Оля, шутка ғой! Бүгінгі күнге дейін ол 13 толық метражды фильм түсірген. Кинодағы режиссерлік дебюті 25 теңге фильмі. Бұл фильмде басты рөлде жайдарманшылар ойнаған. Одан бөлек Шапағат актерлік қырында үнемі шыңдап отырады. Айбек Байназаров та көз тимесін командасының мүшесі. Ол Айба лақабатымен белгілі әнші. Ал бір кездері оны сырт келбетіне қарап қазақтың Майкл Джексоны деп атап кеткен. Бүгінде ол өнер әлемінен алыс кетпеген. Өнер жолында жүрген Айбек бүгінде көптеген ән жазып, бейнеклип түсіріп үлгерген. Марат Достаев Қазақстан КВН одағының тұңғыш чемпионы көз тимесін командасының мүшесі болған. Көптеген кинода бой көрсетіп жүрген актер ұмыт бола қоймаған ардагер жайдарманшы. Себебі ол өнер әлемінде жүрген танымал тұлғалардың бірі. Экс-КВНші Достаев бүгінде жайдарманда жас командаларға қазылық етіп жүр. Даникер Оразбай өзіміздің жігіттер КВН командасының мүшесі болған. Бір кездері Нысана Әзіл Исқақ театрында өнер көрсеткен актер бүгінде отандық комедиялық сериалдарға жиі түсіп жүр. Көрерменнің көбі Даникер Техас командасында ойнаған деп ойлайды. Себебі кейіннен ол Нысана театрында сол командадағы жігіттермен бірге өнер көрсеткен. Актер екі ұл, екі қыздың әкесі. Тұрсынбек Қабатов 2006 жылғы чемпион Аграрка сарбаздары командасының капитаны. Команда Астананың атынан шыққан. Сондай-ақ актер Нұрлан Қоянбаев, Құмар Лұқманов, Ярослав Милехин, Нұрдәулет Шертім және Санат Шапашевтармен бірге ресейлік КВН ойындарында да өнер көрсеткені белгілі. Қабатов бүгінде телевизия саласында жүр. Ол әзілмен, көңілді тапқырлар алаңы секілді шоулардың авторы. Сонымен қатар актер елімізге танымал Әзіл әлемі театрының директоры. Отандық комедиялық фильмдерде бой көрсетіп жүрген актер Техас командасының мүшесі. Актер 2007 жылы құрылған Нысана Әзіл Исқақ театрының мүшесі болған. Комедия жанрындағы фильмдерде сұранысқа ие актер Бастық боламын сериалында басты рөлде ойнаған. Парасат Ибраев ерекше биімен көрерменді тәнті еткен Құлсары командасының капитаны. Бүгінде ол фильммейкер әрі клипмейкер. Оның қанжығасында бірнеше өнер жұлдызының бейне клипі бар. Ибраев бүгінде әнші Ерке Есмаханның 100 миллионнан аса қарауын жинаған Қайда атты әніне түсірілген бейне клипке режиссерлік еткен. Сонымен қатар ол бірқатар қазақстандық әншімен жұмыс істейді. Құрметті достар, егер де сіздер Жайдарман арқылы биікке көтерілем десеңіздер, алдарыңызға дұрыс мақсат қоя біліңіздер. Олай болса сіздермен бірге болған мен Жайдарман клубының жетекшісі Сейтқожин Нұржан. Келесі бөлімде кездескенше.